Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін 3 апрель 2025 жылы. Өткен апта 2 рет департамент полициядан звондап Түркістан қаласын приемға шақырған. Кейін отказ берді. Сосын 31 март понедельник күні және Гүлшат звондады департаменттен полиция. Среда күні сағат 3-те Қабденов генерал қабылдайды деді. Кеше бардым, сағат 3-те кірдік. Проходнойда мен әдейін сұрадым. Қабденов өзі қабылдай ма деп, қабылдайды деді. Сол жерден 5 адам болып кірдік. Қыздар алып кірді. Екінші этажға шыққанда, сол жердегі үлкен кісі әйел шығып айтты. Қабденов қабылдамайды, заместитель қабылдайды. Bir жаққа Қабденов кетіп қалды деді. Мен сразу отказ бердім, заместительне кірмеймін дедім. Маған қағаз беріңіздер дедім, что Қабденов не принимает. Сонда ақсам через Егов арқалы сообщение сізге жібереміз деді. Міне қазір міне қанша почти 1 сутка отыр, әлі қандай сообщение келген жоқ. Сосын ояқтан шыққандан кейін сразу генеральный прокуратураға звондадым. Сонда Қабденов қабылдамай жатыр деді. Олар прокурормен, дежурный прокурор Түркістан облысының прокурормен қосты. Оған түсіндіріп айттым жағдайды. Болды, келіп заявление жазыңыз, заявлениеңіз қабылдап аламыз деді. Заявлениені, копияларды сол жерге департамент антикордың келген департамент қағаздарын бәрін өткіздім. Кентау қаласының копиясын берген өткіздім. Аняқа жібереді, мыняқа жібереді, тексеріп атқан ешкім жоқ. Мына сумканы апардым мен. Мынаның ішінде, сумканың ішінде 12 жылдық документтер бар. Бәрі документ бар, кроме актов. Bir акт жоқ ішінде. Міне, мыналарды кеше апардым. Көрсетейін генералға. Жұмыс істеп атқан ешкім жоқ деп. Міне, мынау кеше жазған прокуратураға нем, заявлением. Мыналар копиялар. Міне, Министерство внутренних делдан кеп тұр оларға. Генеральный прокуратурадан жіберіп тұр. Мынау президентқа жазған хатын, что Қабденов қабылдамай жатыр деп. 9 декабрдағы. Мынау антикордың қағазы келген. Жұмыс істеп атқан ешкім жоқ деп. Міне. Мына ответтері бәрін неге жібердім анаға? Неге бердім? Федеральный прокуратураға тапсырдым. Мынаның ішіндегілер документтер міне. 12 жылдық. Проходнойдан тексеріп кіргізмейді. Не документ бұлар деп. Мен айттым, документ бұл мына. Мынаның ішінде мына бір пакет. 2 пакет. Мына документ. 3 пакет. Мына. 12 жылдық документ осы. Алып жүріп, міне. Алып жүрмін, ішінде документтердің бәрі бар, кроме акта, проверок и протоколдан басқа. Еш жерде акт, протокол еш жерде бермейді. А сотқа керегі сол толқа. 12 жылдан бері бір протокол берді маған. Облыс әкімі кеше 19 декабрда 2024 жылы бір протокол. Оның ішінде жазылған ауа экскаватор неге прокуратураға беріп недеп. Заместитель прокурор қарайды деп. Қарап атқан ешкім жоқ. Просто отписка береді болды. Я акт проверки жоқ, я не жоқ. Бірау сөз протокол болды. 12 жылда бір протокол. Не деген сұмдық, соны айтайын деп кіргем кеше. Өзіңіз қолыңызға алыңыз деп. Енді мені күтеміз. Қабденов қашан қабылдайды деп генерал. Департамент полиция города Түркістан. Рахмет.